Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Сіздердің назарларыңызға жазушы Мұғани Мажановтың 105 жыл толуына орай ұйымдастырылған кітап көрмесімен таныстыра кетейік. Бұл яғни кітап көрмесінде Мұғани Мажановтың кітаптары және Қазақстан ұлттық энциклопедиясы қойылған. Мұғани Мажановтың шығармалары яғни қойылған. Ол яғни алғашқы айлар және бірінші, екінші томдық өте көркем шығармалар, шаңғышылар, яғни балаларға арналған және ақыншақ. Қазір енді қысқаша тоқтала кетсек, Мұғани Мажановтың өмірбаянына 20 желтоқсан 1916 жылы Қарағанды облысы Жезді ауданында дүниеге келген. 1935-1930 жылдары Алматы есеп санақ техникумын оқыған. 1938-1941 жылдары Республикалық радио хабарлар тарату комитетінде жұмыс істеген. 1942-1943 жылы Қазақстан социалистік газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс атқарады. Одан кейін 1943-1949 жылдары бөлім меңгерушісі болып жұмыс істейді. 1949-1958 жылдары Пионер журналында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарады. Алғашқы айлар 1950 жылы, орыс тілінде 1955 жылы жарық көрді. Алғашқы айлар повесі, мінеки, алғашқы айлар повесі. Таныс қыз 1952-1972 жылы қазақ тілінде, ал орыс тілінде 1953-1956 жылы жарық көрді, яғни Таныс қыз романы. Тыңдағылар 1955 жылы әңгіме және очерктер жинағы басылды. Мажанов өз шығармашылығында кеңестік дәуірдегі өмір шындығын, адамның тыныс-тіршілігі, еңбегін, адамгершілік қасиеттерін, еңбектерін барынша суреттейді. Кейін Көк белес 1958 жылы жарық көрді. Көк белес романы. 1980 жылы Өркен атты мақалалар, естеліктер кітабы. Кейін 1983 жылы Шаңғышылар әңгімелер жинағы жарық көрді, яғни балаларға арналған шаңғышылар. Иманжанов драматургия саласында да өте сондай салалы, жемісті еңбек атқарған. Драматургия саласына да көңіл бөлген жазушы. 1948 жылы Жас өмір, 1954 жылы Менің махаббатым атты повесть мен пьесалар жинағы жарық көрген. 1957 жылы Сөнген шала сатиралық комедиясын жазды. Ұлы Отан соғысының қаһарлы жылдары болатын. Бір күні Социалистік Қазақстан газетінде «Қош бол, шығыс ұлы» деген публицистикалық эссе жарық көрді. Ол майданда отан үшін оққа ұшқан өжет командир, жалынды тас жазушы Баубек Бұлқышев туралы болатын. Соңында автордың Паоло деген бүркеншік аты тұрды. Оны оқығандар ойға да әсерлі әңгімеге айрықша тебіренді. Мұны жазған кім болар екен деп ойлады. Кейбірлері Ғабит Мүсіреп шығар деп ойлайды. Ал ол шығарманың авторы адал да еңбек еткен, еңбек сүйгіш, өте кішіпейіл, қарапайым азамат, қазақ совет балаларының қалыптасып көркеюіне көп еңбек сіңірген жазушы өзіміздің тұлға Мұқан Иманжанов еді. Мұқанның Жастық атты тұңғыш әңгімелер жинағы 1948 жылы жарық көрген. Одан кейін Таныс қыз, Алғашқы айлар, Тыңдағылар, Азамат мақтанышы және басқа кітаптары басылып шықты. Алғашқы айлар повесі жұрт назарын ерекше аударған шығарма болған екен. Онда мектеп өмірі, оқу мен еңбекті ұштастыру мәселесі, мұғалімдердің ауыр да абыройлы еңбектері шебер бейнеленген екен. Көптеген әңгімелерінде балалардың арман мақсаты, отансүйгіштігі, еңбек қорлығы, көпшілдігі, турашыл адалдығы, әр нанымды, әр тақпырлық пен тартымды суреттеледі. Социалистік Қазақстан газетінде, Пионер журналында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарған жылдарында
ізденгіш, білімдар, бауырмал, жазушы шебер шығармалары арқылы жас қаламгерлерге көркемдік ықпал жасады. Ондаған талапкерлерге ағалық ақыл, пайдалы кеңесін айтып тәлім берді. Құрметті оқырмандар, егер сіздерге барлығы қызықты болса, яғни көптеген ақпарат алғыларыңыз келсе, сіздер үшін барлық жағдай жасалған, яғни Қазақстан ұлттық энциклопедиясынан ала аласыздар көптеген мәлімет, және ұлттық және шетел әдебиеттер бөлімі сіздерді күтеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.